Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Гүлжайна менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін сіздерге Trendyol сайтына обзор жасаймын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен достар, App Store'ға или Play Market'қа кіріп Trendyol деп жазамыз, соны скачать етіп аламыз. Міне достар, мен Trendyol деп жаздым, міне тура осыны соткаларыңызға скачать етіп аласыз. Скачать етілгеннен кейін достар Trendyol сайтымызға кіреміз. Ал енді достар, Trendyol дегеніміз не? Trendyol дегеніміз ол түріктердің өздерінің ішкі адамдарына арналған сайт. Бұл жерде 150 миллионнан астам товар бар. Өте арзан баға, штуктап зат алу, скидкалар және әртүрлі әлемдік брендтерді қолжетімді бағаға ала аласыздар. Тікелей Турцияның зауытымен жұмыс жасайсыздар. Мысалға мына жерде категория дегенді бассаңыз, ішінен неше түрлі категориялар шығады. Соның ішінде чөчөкті таңдаймыз. Чөчөк деген ол бөпенің киімдері, баланың, кішкентай балалардың киімдері. Соның ішінде қараңыздар, неше түрлі заттар бар мына жақта. Мен сіздерге қазір де-фактоға кіріп, бағаларын бәрін салыстыратын боламыз. Міне достар, мен қазір де-фактоға кірдім. Қараңыздар, мына жақта неше түрлі киімдер бар, әртүрлі жасқа арналған. Осы жерде қазір мен сіздерге сразу лираны теңгеге аудару, қалай ақшаны аударып көреміз, соның бәрін көрсететін боламын. Қазір сіздерге бір футболканы алып, соған обзор жасаймын. Мысалға достар, маған осы футболка қатты ұнады. Бұл жерде бұл футболканың бағасы 39,99 лира. Қазір осыны біз теңгеге аударып, қанша екенін көреміз. Ол үшін достар, біз осында Миг деген курсы валют деген приложение бар, или соны Play Market'тан или App Store'дан жазып аламыз, болмаса Google'ға кіріп лира теңге деп жазсаңыз да болады. Мен осы Мигті ашамын, сол жерде Турция дегенді таңдаймын. Сол жақта бірдің орнына 39,99 лира деп жазамын. Сол кезде 1000 теңге деген шығады. Достар, сонда жаңағы футболканың бағасы 1000 теңге. Қараңыздар. Міне достар, мына футболканың бағасы 39,99 лира, 1000 теңге. Бұл де-фактоның киімдері. Бұл жерде неше түрлі категориядағы киімдер бар, неше түрлі фирманың киімдері бар. Ең алдымен сіздер Trendyolды жазып алып, осылай бағаларын салыстырсаңыз болады. Міне достар, мен сіздерге кішігірім ғана обзор жасадым. Енді қыздар, Trendyolға қалай заказ береміз? Trendyolға заказ беру үшін біз ең алдымен сайтқа тіркелуіміз керек, және де поставщиктардан код алуымыз керек. Сол кезде ғана код алып тіркелген кезде ғана біз Trendyol сайтынан заказ бере аламыз. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, осы видеоның астында сілтемеде мен Instagram парақшамды жазып қоямын. Сол жерге маған тікелей жазсаңыздарыңыз болады. Достар, осымен мен видеом аяқталды. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге бүгінгі видеода Trendyolға обзор және лираны теңгеге аударып салыстыруды түсіндірдім.